иегері, Дарын фестивалінің иегері, Дарын сыйлығының иегері, Шабыт фестивалінің гран-при иегері, Қазақстанның бетке ұстар ақыны, барлық Көкшетаудың барлық ақмоланың әншілеріне сөз жазып жүрген Алмас Темірбай. Екі жастың аналарына және де барша қазақтың аналарына, қазақтың қыздарына арнайын өлеңді. Бәріміз бұрынғы аналарымызға, әжелерімізге ризамыз. Ел осындай ел қылған ерімен бірге жүріп, жаңағы бізді осындай күнге жеткізген аналарымызға алғысымыз шексіз. Мен кейде ойлаймын, қазіргінің қыздары ертең қандай ана болады деп. Бұл өлең сол тұрғыдан жазылған. Арақ ішіп, темекі шегіп жүрген қыздар да бар, енді жасыратын жоқ. Негізі сол қыздарға арнап жазған өлең. Рахмет саған ана, қазіргінің қыздарына құлақ қағыз. Рахмет саған ана, мені тастап кетпегенің үшін, жетім бала етпегенің үшін, тектілігіңді жоғалтпай, темекіде шекпегенің үшін. Рахмет саған ана, жаман жолға түспегенің үшін, адал еңбек істегенің үшін, балаңды ойлап болашақ арақ сыра ішпегенің үшін. Рахмет саған ана, әркімді бір сүймегенің үшін, әркімге бір тимегенің үшін, ұрпағың үшін үнемді қымбат киім кимегенің үшін. Рахмет саған ана, маған бәрін әпергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін, 12 мүшемді сау қылып дүниеге әкелгенің үшін. Рахмет саған ана, кінәм болса кешіргенің үшін, ауыр бейнет кешіргенің үшін, ауырмайтын аман сау адам қылып өсіргенің үшін. Рахмет саған ана, сенің әрбір жылағаның үшін, жоқтан барды құрағаның үшін, бақыты үшін балаңның барлығына шыдағаның үшін. Рахмет саған ана, арсыз іске бармағаның үшін, аборт жасап алмағаның үшін, біздерді ойлап шырылдап бар өміріңді арнағаның үшін. Рахмет саған ана, болашақ менің баламның атынан, бұрынғы ата бабамның атынан, 7 миллиард адамның атынан, 18 мың ғаламның атынан. Рахмет саған ана.